Армысыздар қадірменді көрермен, арнамыздың тікелей эфирінде футболдан Түркияның Анталия қаласынан тікелей репортажды бастаймыз. Және бізде бүгін кезекті жолдастық матч Қазақстан чемпионы Қайрат командасы Ресейдің Нижний Новгород қаласынан келген Пари НН командасымен кездеседі. Карич 25 нөмірде, Станислав Маккеев 99-шы, Лука Вешнер Титич 29-шы, Хуан Босели 20-шы, Никита Кокоев 22-шы нөмірде, Хуан Кастильо 61-шы, Мамаду Майга 8-шы. Тап тұрып иелік етіп жатыр. Және Дастан Сәтпаев ортағыры тамаша пас берді, алыстан соққы. Қақпашы қазір барынша қайтаруға тырысты. Никита Медведев ал соққы жасаған ойыншы. Сондықтан да Пари НН ойыншылары алдағы уақытта әлде болса жағдайын жақсартуға тырысады. Қайраттың кезекті шабуылы, қақпаға соққы және қандай тамаша мүмкіндік еді. Оқу-жаттығу жиындар аясында Қайрат әлі гол соққан жоқ дедік. Громыко жақсы келе жатыр. Тағы бір пас Сәтпаевқа. Өте дарынды ойыншы Дастан Сәтпаев. Громыко тағы бір соққы, қақпаға және тамаша соққыдан кейін есеп ашылды. Қайрат ойыншылары қазір осы матчта бірінші болып гол соқты. Тамаша соққы Громыко тарапынан жасалынған және есеп 1-0 болды. Керемет соққы. Валерий Громыко. Және Заруцкий қайтарды, қақпаға соққы жасалынды. Хуан Босели тепті. Кургин қазір жаба алмады. Сорокин жақсы қорғанды және ай-ай-ай. Мартынович қазір аяғын жауып тосқауыл қойып үлгермеді. Есеп теңесіп кетті. Өкінішке қарай. Бұл жолдастық ойын және жаңа айттық қой, Қайрат Пари НН командасы да гол салып кетуі мүмкін деп. Расында солай болды. Ал қазір қырғызстандық төреші ескерту қағазын. Және Медведев қайтарды. Пари НН командасынан бөлек Жил Висенте, Тонделла, Пералада, Атлетико Паранаенсе сияқты клубтарда ойнаған екен. Және Пари НН командасы қазір гол соғып кетті. Көріп отырсыздар. Есеп 1-2. Әктов. Және Кастильо тепті. Өте қауіпті болды негізі. Ал керек болса. Кокшаров дубль жасап жатыр. Бірінші таймда гол соққан ойыншы. Александр Кокшаров. Небір 20 жаста бұл футболшы Краснодар академиясының түлегі. Пари НН командасының сапындағы бірінші маусымын өткізіп жатыр бұл футболшы. Царукян. Ай-ай-ай-ай-ай. Қараңызшы, есеп 4-1 болды. Царукян. Қазір есепті одан сайын өзгертіп отыр. 23 жастағы Валерий Царукян. Екінші маусымын өткізіп жатқан ойыншы. Пари НН командасының сапында Алания, Волгарь, Факел, Динамо, Ставрополь сияқты клубтарда ойнаған. 13-ші орында Факел, 14-ші Ахмат, 15-ші және Оренбург ең соңғы
16 орында қазір Громыко. Дубль автор атанды. 76 минутта Валерий Громыко, Беларусь құрамасының ойыншысы. Матч соңына дейін әлде гол салып есеп армасын қысқартуға болады. 6 голды көріп отырмыз. Антон Мухин. Ай-яй-яй. Офсайд екен, иә. Офсайд екен, әйтпесе Паренің гол соқты. Қайта абырой болғанда. Матч аяқталды. Қорытынды есеп 4-2. Паренің командасы жолдастық ойында жеңіске жетті. Ендеше қадірменді көрермен, келесі матчтарда көріскенше аман сау болыңыздар.